Барлығымыз оттегі мен көміртек оксиді туралы естігенсіздер. Оттегі біз жұтатын ауа, көміртек оксиді біз шығаратын ауа. Алайда тағы бір маңызды газ бар. Ол көміртек оксиді деп аталады. Ол да кейбір жағдайларда бізді қоршаған атмосферада кездеседі. Егер тиісті күтім жасалмаса, бұл газ үлкен мөлшерде біздің жүйелерімізді бітеп, өлімге әкелетін салдарға әкелуі мүмкін. Көміртек оксиді өте иіссіз газ, оның ешқандай иісі жоқ. Сіз оны сезе алмайсыз. Ол сіздің айналаңызда сіздің біліміңізсіз болуы мүмкін. Көміртек оксиді мен улану, егер сіз жабық атмосферада нашар желдетумен отын немесе кез келген ағаш, көмір жағатын болсаңыз, орын алуы мүмкін. Сіз көлікте жабық гаражда болған кезде адамдардың көліктерінде қайтыс болғаны туралы көптеген жаңалықтарды естігенсіз. Сондықтан мұндай жағдайларда көміртек диоксиді мен көміртек оксиді мен улану болуы мүмкін. Алайда көміртек оксидін оңай анықтау мүмкін емес. Симптомдар өте қарапайым басталады. Егер сіз көміртек оксиді мен улануды дамытсаңыз, мысалы, сіз кішкентай жабық бөлмеде от жанып жатқанда бас ауруы, жеңіл бас айналу, кейбір мазасыздық белгілері, жүрек қағысының жиілеуі, тыныс алудың қиындауы сияқты белгілер пайда болса, бұл көміртек оксиді мен уланудың алғашқы белгілері болуы мүмкін. Және өте маңыздысы, симптомдар тез дамуы мүмкін. Сіз ойлануға уақыт таппай, кенеттен әлсіздік сезінуіңіз мүмкін. Егер сіз жалғыз болсаңыз, жай ғана есіңізден танып қалуыңыз мүмкін. Емделмеген көміртек оксиді мен улану өлімге әкелуі мүмкін, себебі ол өте тез көрініс беруі мүмкін.